Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде рецептте карамельді медовик. Жасалу жолы қиын емес, міндетті түрде видеоны аяғына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандай коржықтар өте жұқа және де өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде осы рецепті қайталап көріңіздер. Алдымен 130 грамм сары май, 200 грамм қант, 3 жұмыртқа және де бал қажет болады 150 грамм. Екі шай қасық сода, без горки дейді, яғни қатты толтырмайсыз. Бірінші араластырып аламын, көріп тұрғандай сары май жұп-жұмсақ. Отқа қоймас бұрын араластырып аламын жақсылап. Одан кейін отқа қойып, баяу отта араластыруды жалғастырамын. Көріп тұрғандай сары май толығымен де еріді. Енді реакция барысында осындай соданың реакциясынан кішкене көбік болады. Оған мән бермеңіздер. Ұзақ араластыратын болсаңыздар, отта осындай карамельді түс болады. Ал енді менде 350-370 грамм ұн кетті. Тағы да араластырамыз, қамыр илейміз. Қамырды дастарханға қойып, енді қолмен илей берсем болады. Бірдей қылып барлығын бөліп шығу қажет болады. Менде 10 шарик болды. Оның барлығын тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямын. Оған дейін 400 грамм сметана 15%, яғни қаймақтан және де сгущенка 150 граммнан крем дайындаймыз. Екі ғана ингредиент қажет болады. Егер сгущенка болмаған жағдайда қант қолдансаңыздар болады әрине. Кремді тоңазытқышқа қойып қоямын. Келесі енді қамырымызды илей береміз. Яғни коржықты илей беремін. «20 сантиметрлі форма жасаймын. Духовкада 180-200 градуста 5-6 минутқа ғана пісіріп алсаңыз болады. Өте тез піседі, келесін дайындап отыру керексіз. Барлығына 20 минуттай уақыт қана кетті, себебі өте тез піседі. Енді тортымызды дайындай береміз. Алдымен кремді жағып аламын, ары-бері сырғып кетпеу үшін. Келесі 2 үлкен қасықтан крем жағамын. Мен грецкий орех және қалған коржықты блендерда үгіттім. Енді осымен әдемілеп шығамыз. Жалпы әдемілеу ол әркімнің өзінің идеясы деп ойлаймын. Көріп отырғандай, міне өте әдемі болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.